проходим. Здравствуйте, детишки! Люмус салем! Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қатты қорқып қалдыңдар ма? Иә. Кішкентай пиксельдер жан-жаққа ұшып кетті. Бірақ біреуін мен сиқырлап үлгердім. Міне ол. Қане, отырыңдар. Садитесь, садитесь. В некотором царстве... Алыс бір мемлекетте Атырау патшалығында Олег ханзада мен Дана Людмила өмір сүріпті. Екеуі тату тәтті, берекесі мен ынтымағы жарасқан жандар екен. Екеуінің бір ерекшелігі бар. Қолынан сиқыр келетін. Бір жолы оларға фея ұшып келіп, кішкентай ғажайып бақыт сыйлап кетіпті. Счастье. 2011 жылы қызымыз дүниеге келгенде, әрі қарай не істейміз деп ойланып қалдық. Оны қалай оқытамыз? Содан ақылдаса келіп, шағын балалар орталығын салып алуды ұйғардық. Бірақ бір бала үшін тұтас орталық тым үлкен еді. Сондықтан тынысымыздың аясын кеңейтіп, бұл қуанышты бүкіл қаланың балаларына ортақ етуге бел будық. Избушка, повернись к лесу задом, а моей берегом. Ой, фу, адамның есі шығып кетті ғой. Бұл кереметтің бәріне сказка балалар мәдени орталығы деп ат қойыпты. Бұл үйшікті 2 айда салдық. Атырауда әдемі, қызықты кеңістік жасағымыз келді. Сол ниетімізді орындауға тырыстық. Бұл шынайы материалдар, тарихи сәттер. Әжелерімізден, аналарымыздан, туыстарымыздан барын жинап алдық. Орыс пешті түрлі деревнялардан қарап жүріп, қалай болуы керек, солай қылып жасадық. Бұл балалар үшін ерекше жаңалық. Өйткені олар қазір басқа әлемде газ пеш, микротолқынды пеш заманында өмір сүріп отыр. Ағаш жағатын пеш олар үшін экзотика. 1860 жылы әжелеріміз тоқыған нағыз алаша әкеліп қойдық. Нағыз үтіктерді ұзақ іздедік. Шәркей табуда қиын болды. Бұл жаңа шәркей емес, кем дегенде 50 жылдық тарихы бар. Помогай. Отцепилась. Дай. Қазір балалар бұрынғыдай ертеде ешкі жүні бөртеді деп бастағанға үйренбеген. 3 минуттан ақ ұйықтап қалады. Бітті сосын. Балаларды бір залға жинау үшін ол арнайы шағын зал болу керек. Мысалы, мұнда көп адам келе бермейді. 6-шы қабат алыс дегендей. Тіпті Қуыршақ театрының арнайы залы болған күннің өзінде біздің жұрт аса театршыл емес. Не театрал. Жалпы адамдарды қатынасқа тарту қиын. Өйткені интернеттеріне кіріп кеткен, виртуал әлемінен шығару қиын. Үйінен де шыққысы келмейді. Добро пожаловать в школу Хогвартс. Прежде чем преодолеть... Мәдени уақыт өткізу жоқ естімекпін. Айтып отырмын ғой, музейден бөлек айталық, Ресейден қызықты әлдене көрме болама әкеліп көрсетсе, балаларды апаратын едім. Атырауымызда ондай жоқ екені жаман. Закрывайте все глаза. Все закрывайте глаза. Бұл жобаның әлеуметтігі де сонда, баланың жанына мәдениет дәнін себу. Өйткені қазіргі бар орталықтар тек балаларды мектепке дайындаумен, не спортшыларды даярлаумен шектеледі.
или готовят спортсменов. Ал кішкентай тұрғындарды мәдениетке баулу жағына ондай орталықтар дұрыс көңіл бөлмейді. Меньше внимания, чем хотелось бы. Заходите, присаживайтесь на лавочки. Вот вы посмотрите, вот это что такое? Печка. А печка... Кез келген ертегіде кішкентай баланы тәрбиелеуге бағытталған ақпараттық мән бар. Бала ертегіні неғұрлым көп оқса, немесе анасы оны көп оқып берсе, бала соғұрлым сауатты, өмірдің қай жағдайына да дайын болады. Онда тамақ салады. Бөпе ауырғанда оны қамырға орап қояды. Сонда аурудың бәрі қамырға сіңіп кетеді. Мына жаққа шығып ашса, Зүбәржат қалаға тап болады. Қорқынышты Гудвиннен ақыл, арыстан батылдық, ал отыншы жүрек сұрап алғысы келеді. Ал мына еменнің ішінде ежелгі ұлттардың суреті салынған. Біз балалармен жоғары кәсіби деңгейде жұмыс істей алатын команда құрдық. Профессиональном уровне. Теперь вот еще такой момент, когда ты говоришь Алисе про задание, которое она должна выполнить, и когда ты взаимодействуешь... Балалар ұйықтағаннан кейін кешкі сағат 10-дар шамасында театрдың шаруаларымен айналысамыз. Сценарий жазамыз, оны талқылап өңдейміз. Репетицияны негізгі жұмысымыздан кейін жүргіземіз. Мен өзі қаржы маманымын. Серіктестеріммен бірге бизнесім, бірнеше компаниямыз бар. Мұнда бос уақыт өткізу жағы қиындау. Ойын алаңдары ғана бар. Қуыршақ театры бар еді. Балаларды апаратын жер жоқ, өкінішке қарай. Шығармашылықпен айналысатындар осындай шағын қалаларға оралса, немесе келсе дейсің. Өйткені мұнда сол шығармашылыққа сусап отырған көрермендер бар. Ал бұрын қала Гурьев деп аталған. Бұл қалада балық көп еді. Адамдар оны кептіріп алатын. Оның көп болғаны сонша, көмірдің орнына пешке балық жағатын. Полати, дұрыс. Мына жерге аталарымыз ұйықтайтын. Отырып көргілеріңіз келе ме? Қазір сендерге музыкалық аспаптар туралы айтып берем. Оларды шу шығарғыштар деген. Сендер емізі киіп отырғанда кішкентай кездеріңде не беретін еді? Сылдырмақтар, ал бұрын олармен ересектер ойнайтын. Ал сендер тамақты қайда сақтайсыңдар? Тоңазытқышта. Ал бұрын тоңазытқыш болмаған. Жертөледе. Дұрыс, жертөледе сақтайтын. Ой, тышқандар менің сүтімді ішіп қойыпты, төгіп кетіпті. Ал Алина қазір бізге мұның не екенін айтып береді. Бұл бұрын үтік болатын. Бұрын электр үтіктер болмаған, сондықтан осындайды пайдаланған. Иә, бұрын осындай ағаш үтік болатын. Өзім Атырауда туғанмын. 35 жылдан бері осында тұрам. Жұбайым екеуміз біраз уақыт Ресейде тұрып келдік. Театрға сонда құмар болдық. Мұнда ата-анам, достарым тұрады. Сол үшін қайтып оралдық. Балалар үшін, өз балаларымыз, қаланың балалары үшін, достарымыздың балалары үшін келдік. Кезінде осы орталықты сала бастағанда қызымыз кім болатынын ойлап едік. Әрине, әр ата-ана үшін аса маңызды кезең.
6 лет. Биыл қызымыз 6 жасқа толды. Қазірдің өзінде бағдарламаларға қатыса алатын саналы адам болып қалды. Түрлі іс-шараларға қатыстырып жүрміз. Бұл бала ертегіні жақсы көреді. Кез келген әңгімені жақсы көреді деп мақтана айта аламыз. Анасы да түнде жатар алдында кітап оқып береді. Балалардың барлығы бірдей. Бұлар ашық жандар. Үнемі жаңа нәрсе білгісі келетін жандар. Не ғұрлым жаныңызды салсаңыз, оларға соғұрлым қызық. Олар бәрінде қабылдап, түсініп, есінде сақтап қалуға дайын.